Фильмді қарап отырған көрермен айтар ойды анық әрі дұрыс түсіну үшін оның назарын керек жаққа бағыттап отыруымыз қажет. Мұны іске асыруға сахналау қағидасы көмектеседі. Ол іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін мына мысалды көрейік. Жайлау. Тау артынан дәу пайда болды. Көзінен шыққан сәулемен киіз үйді жағып жіберді. Үй ішіндегілер айғайлап сыртқа шықты. Дәу масаттана күлді де, аузына құс кіріп кетіп, қақалып қала жаздады. Иә, оқиға түсінікті. Бірақ біз оны сахналау қағидасымен одан да әсерлі әрі анығырақ ете аламыз. Дәу келгенге дейін мамыражай тіршілікті көрсету үшін айналаны гүлдерге орайық. Аспан шайдай ашық болып, кемпір қосақ көрініп тұрсын. Кенет дәу пайда болып, күн көзін қарап бұлт шауып кетеді. Дәудің алып әрі қауіпті екенін көрсету үшін оның түрін ұсқынсыз әрі эмоциясын одан да әрі әсерлейік. Оның жергілікті тұрғындардан әлде қайда үлкен әрі күшті екенін сезіндіру үшін камера бұрышын төменнен алайық. Сонда тұрғындар да әлсіз, шарасыз кейіпте көрінеді. Енді көрермен оқиғаға тіпті кіріп кетсін десек, камераға діріл берейік. Сонда дәудің ауыр салмағы мен адамдардың арасындағы тұрақсыздық күшейеді. Түстік драматургияны қолданайық. Сонда болып жатқан оқиғаның атмосферасы анығырақ сезіледі. Және әуен мен дыбыс эффектілерін қосайық. Ол оқиғаның көңіл-күйін одан әрі сезінуге жол ашады. Міне, сахналау қағидасын білу және оны сауатты қолдану айтар ойыңды одан сайын анық әрі әсерлі етіп жеткізуге үлкен септігін тигізеді.